Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. ютубтан түскен табыстарыңыз адал болсын десеңіздер, осы рекламаларды өшіріп тастағандарыңыз дұрыс. Ол қандай реклама десеңіздер, жаңағы ставки на спорт, одан кейін лотерея ойнату, тағысын жаңағы плюс 18 видео деген сияқты сондай рекламаларды өшіріп тастағандарыңыз дұрыс. Ол негізі одан түскен табыс арам ақша болып саналады. Мен айтпасам да білетін жастар адал ас туралы. Мен қазір осы Google AdSense'те ол рекламаларды өшіру туралы айтатын боламын. Мен мына жерде жасырып қойдым өзімнің, мына жақта ссылкада персональный номер тұрады Google AdSense'тің. Естеріңізде болсын, Google AdSense'тегі персональный номерді ешкімге көрсетуге болмайды. Сол арқылы сіздің Google AdSense'іңізді бұзып алуы мүмкін. Ол мына жақта ссылкада да көрініп тұрады неке. Соңғы жағы, номердің осы аяқ жағы. Google AdSense сайтына кіреміз. AdSense сайтына кірген соң неке безопасность бренда деп тұрады, екінші оп. Одан кейін размещение на YouTube, оның ішінде управление блокировкой. Осы жерде мына шығады. URL рекламодателей, блокируйте объявление от определенных рекламодателей дейді. Яғни бұл жерде өзіңіз сайтын іздеу арқылы өшірсеңіз болады. Неке, біріншісі. Немесе категория арқылы өшірсеңіз болады. Бұл жерде категориялар, түрлі категориялар бар. Видео игры, көбінесе жарнама, осындай ойындардың жарнамасы шығып жатады бізде. Одан кейін неке мен өшіріп тастаған неке обнажена значительная часть тела. Обнажена дейма, не қалайды, орысша дұрыс білмейміз. Неке соны өшіріп тастадым, неке оң жақтан. Разрешено, одан кейін заблокированный деп өшіріп тастайсыз. Одан кейін неке симулятор азартных игр, упоминание осындай, в общем, осылай заблокировать етіп өшіріп тастайсыздар. Қалғандары тұра берсін. Мына жақта ескерту айтылады, барлығын өшіре берсеңіз сіздің табысыңыз болмай қалады деген сияқты, реклама шықпай қалады деп. Қалғандары тұра бергені дұрыс. Немесе қалғандарын өшірсеңіз өзіңіз білесіз. Мынау здоровье, енді оған қатты тиісудің қажеті жоқ. Одан кейін мына жақта общий категория деген тұрады. Бұған тіпті тиісудің қажеті жоқ. Бұл жерде барлық реклама бірдей өшіп кететін болады. Бұл жерде дом, сад, здоровье. Ортасындағы мінеке деликатный категория деген кіріп, сол жақтан өшірсеңіз болады. Видео ұнаса лайк басып, және де басқа үйде бір достарыңызға жіберіп қойсаңыздар болады осы видеоны.